бір кездері қарызға батқан, қатты қиналған, өзін прямо жегідей жеген адамды көргілеріңіз келсе, ол менмін, сондай жолдан, сондай қиыншылықтан шыққан адаммын, басында бірінші кезде қарыздан қазір қашып жүрген адамдар болса, мен ол кісілерді қатты түсінемін, негізінде жақсы түсінемін да. Адамда бірінші кезде қорқыныш, өте қатты қорқыныш болады да, өзінің реальностьтен өзі қаша бастайды, мойындағысы келмейді, өзінің қателескен жерін мойындағысы келмейді, қарыз болған жерін мойындағысы келмейді да. Бір кісілер соңына дейін қашып жүретін адамдар бар. Бүкіл тума-туысына звондап, банкке звондап, мазасын алып, сен қарыз екенсің ғой деп, бүкіл әлемге аты жайылғанша әлі күнге дейін жүрген адамдар бар да. Сондай жандар болса, мен айтар едім, дер кезінде, уақытында жауапкершілікті мойныңызға алып, ол прямо бір ұят санап, күнә санайтын адамдар бар да. Сол жолдан өзім де өттім ғой, мысалға мен сондай қарызға кіріп кетуім, бастаған ісімді нәтиже көрмеуім ұят сияқты, менің бір ұятым сияқты, кінәлі сияқты сезініп жүрген кезім болды да. Ол ондай емес екен. Мен кейін қуанамын да, сол жерден шыққаныма, сол тығырықта қалып қалмағаныма, соңына дейін осы кезге дейін қашып жүрмегеніме, бәленбай миллион қарызды, кредитті мойныма іліп алып та қуанамын. Сол дер кезінде өзімнің ойланғаныма, жаңағы вывод шығарғаныма, неге десеңіз, мен өстіп өспейтін едім. Қазір мен кредиттерімді жауып, қарыздарымнан құтылып отырған адаммын, өзімнің бизнесімді жүргізіп отырмын. Менде шағын бизнесім жүргізіп отырмын, және де өстім, соны қателесу арқылы түсінгенім жерім көп та, тәжірибем көп алған. Не істесең қалай істеу керек, қалай қаражатты көбірек табу керек, қалай жинау керек, ақшаны, соған байланысты айта кетейінші. Мысалға, сіз қарызсыз да, бірақ қазір қарызыңыздан қашып жүрсіз, дәл кезінде тоқтаңыз да мойындаңыз қарызыңыздың бар екен, және оның бәрін қағазға түсіп есептеп жазғаныңыз дұрыс та, жазғаныңыз жөн деп ойлаймын. Сол кезде сізге қарыздан шығу оңай болады. Адам өзінің қанша қарыз екенін білмей тұрып, ол қарыздан шыға алмайды ешқашанда. Сіз қағаздың бетіне түсіресіз, қағазыңыздың бетіне түсірген нәрсе сіздің миыңызға жазылады. Сол кезде сізге қосымша табыс табудың жолы да ашылады, сіз барлығын түсіне бастайсыз, ұға бастайсыз, системасына кіресіз ғой, былайша айтқан кезде. Қалай жұмыс істесем, қалай шығамын деген системаға кіресіз. Сол үшін қарызыңызды қағаздың бетіне толықтай түсіріңіз. Тиынына шейін түсіріп, соны бөлген кезде, айға, возможно, жылға бөлген кезде қанша суммадан түседі, сол ақша сізге келеді. Осылай жасап көріңіздер. Маған сенбейсіздер, мен телефонның бер жағында отырған біреумін да, бірақтан да сіз соны жасап көріңізші. Жасап көру арқылы қарызыңыздан шығасыз, Құдай қаласа. Осылай жасап көріңіздер, сау болыңыздар.